ютубтан қалай накрутка жасауға болады? Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен инженер-маркетолог каналы, мен Халықов Жалғас. Ендеше сіз ең бірінші видеоңызды салдыңыз, каналыңызды аштыңыз. Сізге подписчик пен просмотрлар керек. Қалай тез арада просмотр, подписчик жинауға болады? Оның бір шешімдері бар өзінің. Яғни сіз интернетке жазсаңыз, как накрутить канал, как накрутить видео деген сияқты өзінің бір сайттары бар. Яғни ол жерге сіз өзіңіздің видеоңызға просмотр жинау үшін сол видеоның ссылкасын аласыз да сол сайтқа саласыз. Сізге ақшаға қалаған просмотрды жинап береді. Тап солай подписчикті жинауға болады. Каналыңыздың ссылкасын салып, сіздің каналыңызға бот подписчиктарды жинап береді. Яғни тірі емес адамдар. Сол сияқты жаңағы видеода да, каналда да, ешқайсында просмотрда да, каналда да просто санын көбейтіп, таза адамдар емес адамдарды жинап береді. Яғни сіздің подписчиктер саныңыз 0-ден 1000-ға, 10 мыңға өсуі мүмкін. Алайда ол өтірік адамдар. Ендеше бұның пайдасы бар ма, или жоқ па? Бұл жерде айта кететін жайт, жиналатын просмотр, жиналатын подписчиктер, олар боттар, тірі емес адамдар. Яғни ол жерде сіздің видеоңызды қарады деп тұрса да, бірақ на самом деле негізінде сіздің видеоңызды қараған жоқ. Тек санын шығарып берді, қарады деген. Яғни ол боттар сіздің видеоңызды орташа 50%-ны хотя бы 30%-ында қараған жоқ. Яғни ютубтың өзінің жұмыс істейтін принципі бойынша оны тез арада бот деп қабылдап, сіздің накрутка жасап жатқаныңызды түсініп, сіздің каналыңызды жауып тастау қаупі бар. Сіздің жаңағы видеоға просмотр жинағаныңыздан сіздің видеоңызды да кетіріп тастау қаупі бар. Содан абайлағаныңыз жөн. Ендеше оның қандай басқа шешімдері бар десеңіз, жаңағы бірден просмотр жинап кету, жаңағы бірден подписчик жинау, оның шешімі өте кішкене қиындау болып табылады. Егер сіздің видеоңыз өте сапалы және ішіндегі контент өте мықты, қараған адам толықтай видеоны бірден до конца қарай алса, онда сіздің алдыңызда жеңіс күтіп тұр десеңіз болады. Қалай жұмыс істейді? ютубқа видео салынған кезде ең бірінші просмотрлар, ең бірінші подписчиктер қай жерден келіп жатқанын ол түсінеді. Яғни сіз видеоңызды шығардыңыз, одан кейін жан-жаққа тараттыңыз. WhatsApp-пен, Telegram-мен, Instagram-ға, бүткіл әлеуметтік желілермен тараттыңыз. Барынша көп просмотр жинадыңыз. Енді содан ютубтың өзінің түсінігі бойынша жаңаға сіздің видеоңызды қараған адамдар қанша уақыт қарады. Егер сіздің видеоңызды 50%, 60-70% толық қараса, онда сіздің видеоңызды ол басқа да адамдарға көрсетеді. Басқа да адамдардың алдына шығарады. Ал егер сіздің видеоңыз дым қызықсыз болса, яғни адамдар ашып қараған кезде арғарай қарағысы келмесе, бірден шығып кетіп жатса, онда YouTube сіздің видеоңызды нашар деп түсініп, басқа адамдарға көрсетпейді. Яғни сізде даму болмайды. Ең бірінші накруткаға жүгірмей, сізге ең алдымен видеоны жақсы контентте до конца қарайтындай жасасаңыз болды. Сіздің алдағы уақытта басқа да көрермендеріңіз сол видеодан табылады. Ал енді менің каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Осы видеоның астына лайк басып, тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қойып кетсеңіздер, мен барлық сұрақтарға жауап беретін боламын. Алдыңғы видеоларды қаратсаңыздар да, мен бүткіл комментарияда жаңағы барлық сұрақтарға жауап беріп отырмын. Сізде сол өзіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтарды қоя аласыз. Рахмет. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше.